Продолжаем нашу программу «Креатив по-казахски». Бүгін Олжекеңмен бірге танысып, біраз қазір таңда Олжекең қандай нестандартты форматта өз бизнесті ашты, сонымен бірге қандай өзінің бір ойлары бар, жоспарлары бар, сол бойынша танысамыз. Олжеке, бірінші сұрақ, қазір біз жас кәсіпкерлерге айтып жатқан бір сұрағымыз бар. Сіздің статусыңыз қалай? Инвестор, бизнесмен, предприниматель, кәсіпкер, сол туралы айтып берсеңіз. Статус кәсіпкер, қаладағы енді жас кәсіпкерлердің біріміз. 35 жасқа дейін жас деп отырған, соған қарағанда жас кәсіпкеріміз. Жалпы ешкімнің көмегінсіз, бір Алланың қалауымен, бір Алланың көмегімен кезінде өзіміздің бір қайрат дейтін бауырым бар. Партнермен бірге бастағансыздар да? Серіктес. Сол екеуміз негізі басында бастағанбыз осы кинотеатр саласын. Оға дейін негізі қайрат өзінше жұмыс жасады, мен өзінше жұмыс жасадым. То есть кинотеатрға дейін басқа да кәсіптің салаларын көргенмін негізі. Яғни, жаңа өздерін айтып отырса, нестандартты деп. Қалада жаңағы жұлдыздарды шақырып, концерт қойып, клубтарда концерт қою деген сияқты жаңа. Такой мини-шоу бизнесте жұмыс жасағансыздар да? Былайша айтқанда қаладағы ең бірінші комеди клубты кіргізген, ұйымдастырған, бірінші болған. Сосын жаңағы одан кейінгі дисконтный центр, қаладағы ең бірінші дисконтный центр ашқан кезінде. Дисконтный центр кішкене біздің көріп жатқан азаматтарға айтып берсеңіз, дисконтный центр. Бильярдный болсын, автосалон болсын, жаңағы автомойка. Кинотеатр болсын, қаламызда болсын, кішігірім. Солардың бәрін басын қосып, 30 компания болады. 30 компанияның басын бір дисконтқа қосып, яғни бір дисконтқа сатып болады. Бір карточка да? Дисконтный карточка да? Сөйтті барлық жерге 5%-дан бастап тегін кіруге дейін. Яғни қаладағы клубтардың, мысалы, 3 клуб қосылма, сол дисконт картаны көрсетеді, барлық клубтарға тегін кіреді. Сіздің банкте істеген уақытта жасыңыз неше дейді? Так. Университеттен кейін да, сразу да? 24-25. 24-25. Енді біздің азаматтарға айтып өтсек, жасыңыз нешеде қазір? Қазір 34-те. 34-те, получается, 86 жылғы азаматымыз, бауырымыз уже өзінің түрлі тәжірибені өтіп, өз бизнесті қазір жаңа форматта бір бизнесті бастаған. Астана парк деген үлкен синема, ол қалай аталады? Синема, бизнес дейді ма, или қалай дейді? Кинотеатрының бизнес түрі ғой жаңағы. Кәсіп, жаңағы кино көрсету кәсіп бұл. Сіздер, например, енді біздің азаматтарға айтып өтсек, бірінші банктен бастадыңыз, да? Банктен кейін сол арада дисконтный карточкалерді шығардыңыз, да? Одан басқа қандай бір тәжірибе болды ма осы бизнес саласында? Студия звукозаписи болған, жаңағы дауыс жазатын студия болған. Студия звукозаписи. Оны өздеріңіз аштыңыздар ма, или серіктеспен, бауырлармен бірге? Ол кезде бір бауырым болған, екеуміз сол кезде бірге аштық. Ол кезде жаңағы би студиясы болды. Жаңағы одан кейінгі тағы да мен ашқаным, жаңағы той ұйымдастыру, концерт ұйымдастыру, сондай жаңағы продюсерлік орталық болған. Соны ашқам. Ол жерде былайша айтқанда ең бірінші мықты табыстарым болды. Енді білесіздер ғой. Ол кезде той бизнес жақсы дамыған еді, да? Бірақ бір тойдан мысалы сол уақытта айтайық, сол уақытта бір тойдан 100 мыңнан артық,
120 мың 150 мың табады мысалы. Осыдан получается 10 жыл бір күнде да 10 жылдың бұрын. жоқ 10 жыл емес, ол уже где-то бір 8 жылдай болады. 8 жыл бұрын да бір тойда осынша ақша келетін еді да? 8 жыл, иә сондай болады, бір 7-8 жыл болады. Ол кезде мықты ақша еді ол кезде. Бірақ ол мен кәсібім болмады. Яғни ол кезде мен әр кәсіптің әрбір саланың бір есін қағып жүрдім. Сондықтан да ол бір өзіме ұнамады ол кәсіп. Ұнамағандықтан сол уақыттарда жаңа айтып отырмын, киноға жалғыз өзім баратын. Сол уақытта бір кішкене өзім қиялданатын. Жалпы негізі өзімді киноны жақсы көремін. Әрбір кинода жақсы көретін кинолар бар. 2-3 рет қайталап көргендер бар. Бір жыл, 2 жыл уақыт өткеннен кейін ескі кинолар болсын. Сол уақытта кино саласын қарастырып жүріп, бір бауырмен танысқаным бар да. Бауырмен ол кезде жаңағы айтатын болсақ, Голливуд дейтін кинотеатр болған. Ол кезде Қайрат. Таразда. Иә, Таразда. Ол кезде Қайрат бауыр жалғыз жұмыс жасаған. Ол неше жылғы жасы неше дейді? Сізбен қатарлы ма? Менімен қатарлы, бір қаладағы кинотеатрлардың бәріне. Ол кезде бір үлкен кинотеатр болды, Евразияның, қалған бір 2 кинозал сияқты бір кішігірім кинотеатр болған. Жалпы қаладағы кинолардың бәрін көріп тастадым, одан кейін Голливудқа бара салайыншы деп. Ол кезде Голливуд қаланың бір орталығында емес, орталығының шеткейінде, алыста да емес, бірақ қандай спальный район. Ол кезде арендаға алған здание еді ол да? Иә. Сол кезде барып, ешкім жоқ киноға кіретін. Қайрат дейтін бауырым айтады, сәл күте тұр, бір 15-20 минут адам жиналсын, көп адам жиналу керек деген. Сөйтіп күтіп, жаңа болмағаннан кейін Қайратпен танысып, ол кезде менде дисконт центр болған. Түсініп, жаңағы кинотеатр дисконт центр қосайық, клиенттер тартылады деген сияқты. Сол кезде танысып кеткенбіз. Танысып, содан кейін қызықты оқиғалар болды. Енді 1-2 жұмыс бірге жасадық. Қайреке өзі ұсынды, Қайреке. Мен өзімді әлі күнге дейін айтамын ғой, Тараздағы основатель кинотеатр Қайрат, мен сооснователь. То есть кейіннен барып қосылып, бірге ашылып кеттік арқанда, армандап қойып. Ол, получается, өзіңіздің бір хобби да, формат болған да? Киноны жақсы көру, жақсы бір көбінесе біздің азаматтарымыз айтып тұрады, YouTube каналда, көптеген әлеуметтік желілерде фильмы на реальных событиях көрген кезде кәдімгі бір мотивация алып алады. Сондай сіз фильмы на реальных событиях жақсы көресіз ба? Болады, мысалы, адамдар кейбір кітапты жақсы көреді. Да. Мен әр кино қараған кезде түйін аламын өзіме. Идея аламын, бір мотивация аламын. Супер. Сол уақыттарда Қайреке бауырымыз жаңағы бірге жұмыс жасайық деп ұсынды. Одан кейін бірге Голливудта бір көп жасаған жоқпыз. Одан кейін арманым болды. Қалада полноценный жақсы бір кинотеатр ашу деген сияқты. Одан кейін Алматы синема деген кинотеатр аштық. Алматы синема деген. Иә, ол ресторанның ішінде болды, 2 этажында. Бірақ сол уақытта, ойласаңыз, сол уақытта ой келген, енді халықпен жұмыс жасау өзім ұнайды. Өйткені мен студент кезінен, мектеп кезінен домбыра тартатын, КВН-ге қатысатын, дебатқа қатысатын, театрға қатысатын. Жалпы негізі былайша айтқанда сіз сияқты, өзің сияқты өнер адамы, творческий. Керемет. Одан кейін жаңа халықпен жұмыс жасау ұнайды. Осыны айтып кететін бір, как бы біздің азаматтарымызға, нелерімізге айтып кететін бір жағдай. Егер сіз жас кезінен творчествоға жақын болсаңыз, домбыра тартып, кейбір азаматтар ойлайды ғой, мен де домбыра тартамын, бірақ үйінде тартып тұрады да, соны әрі қарай шығармайды. Мына Олжас бауырымыз осы мектеп кезінен, университет кезінен КВН-ге қатысып, то есть творчествода жақын жүрген адам, именно сол современный кәсіпкер болатын именно сол адамдар. Егер сізде бір талаптар болса, егер сізде бір творчестволық бір хобби болса, значит ол ертең кәсіпкеріңізді әрі қарай дамытуға үлкен үлес қосады. Да, это главный фактор сейчас. Потому что көптеген YouTube каналдарда қараймыз, үлкен бір миллиардерлер сұхбат жасаған кезде олар айтады: у меня хобби там заниматься спортом дейді, у меня хобби там я пою дейді, да, бір караоке айтамын. Кәдімгі қазіргі таңда нестандартный форматпен жүретін именно кәсіпкерлер, солар именно хобби болу керек. Осы Олжекең біздің бауырымыз, сол арада жүрген, соны дамытып жүрген азаматтардың бірі. Енді Олжеке, самый главный фактор, да, біздің мақсатымыз неде? Мына облысымызда, қалаларымызда, мына өзімізде жергілікті ауылдарда осындай талантты бар азаматтарды ашу.
сіз айтып жатырмыз, мен көптеген КВН-ге қатысамын. Сіз өзіңіз мектепті Таразда бітірдіңіз да? Өзіңіз Таразда туылғансыз да? Жоқ, мен ауылда туылғам. Ауылда? Қайсы ауыл? Байзақ ауданы, Дихан дейтін ауылда. О, Дихан деген ауылда. Олжекең деген сол жақтан шыққан. Қазір креативті, современный форматта отырған жас жігіт. Дихан ауылында туылдым. Одан кейін Абай ауылында оқыдым. Одан кейін Көктау ауылында оқыдым. Кәдімгі ауылды көргенді. Қалаға осы 9-шы сыныпқа ауысқан кезде ғана келдім. Тараздың. 9-10-шы осы қалада. Қайсы университетті или колледжді бітірдіңіз? Жалпы негізі менде бір үлкен университетке түсу бір мақсат болған жоқ негізі. Жалпы осы Таразда оқып, Таразда бітіріп, осы жақта жұмыс жасауға болатынын білдім. Білмеймін, сол уақытта өзіме бір ой келді, адам жұмыс жасаймын десе, ол университетке байланысты емес қой деп. Оны кейінде Марғұлан Сейсенбаев айтады. Сен қой MBA-ді оқы, үлкен жаңағы Гарвардта оқы деді. Через 5 лет это образование, грубо говоря, это будет говно дейді. То есть неде айтып отырмын? Белгілі бір, мысалға маркетингті айтады. 5 жылдан кейін керек емес. IT технологиясын айтады. 5-6 жылдан кейін тоже керек емес. Әр қарай адам өзі әр 5 жыл сайын өзін дамытып отыру керек. Яғни заман тез өзгереді, соған байланысты адам тез өзгерту керек. Білмеймін, сол уақытта өзім ойлағам жаңағы. Білмеймін, университет, Қазақстандағы университеттердің бәрі бірдей сияқты болды ма? Таразда оқу керем дедім, Таразда оқып. Қайсы университет? Ол кезде мемлекеттік Қазақ-Түрік университеті. Қазақ-Түрік да? Таразда болған, қазір жабылып қалды, қазір тигі болып кетті ол. Қазір енді білмеймін, қазір қандай университетпен қосылып жатыр. Жалпы неге соны бітірдім. Сіз грантқа түстіңіз бе, или ол жақта? Жоқ, маған грантқа түсу де мақсат болмады. Ең басты түсу етін, бірақ шыны керек мен университет, мектепті ішке оқыған адам негізі. Бірақ оқысам жақсы оқитын. Осы жерде айтып кететін үлкен бір мәселе бар. Егер сіз обязательно бір отличник, бір 5-ке оқитын азамат болмасаңыз да, 3-ке оқып, 3-ке, 4-ке хорошист дейді ғой біздер университетте оқыған кезде да. Ең бірінші талпыныс, ең бірінші осы творчестволық талпыныс. И Олжекеңнің бір рекомендация, инсайт дейді ғой қазір жаңа тілмен. Инсайт рекомендация для будущих наших молодых предпринимателей. Мақсат болған жоқ, Алматыға түсу, Астанаға бір шетелге түсу. Осы қалада бір университетке түсіп, не обязательно мемлекеттік грантқа түсу. Платный отделениеға түсіп, соның өзінде жылдан өткен сайын бизнесті ашып жатыр. Көбісі азаматтар ойлайды, мен осы бір бестік емеспін ғой, я же не отличник, мен қалай ертең бизнесті бастаймын. Соны именно бизнесті бастауға не обязательно отличник болу, не обязательно бір мемлекет грантқа түсу. Сол Олжекеңнің реальный соның бір көрінісі. Жалпы негіз айта кететін болып жатса, оққан дұрыс, ол үлкен инструмент. Енді уақыт келе өзін түсінесің ғой. Өйткені адам қазіргі заманда жан-жақты болды. Мысалы бір тарихшымен отырып сөйлесу керек болды. Мысалы да, жалпы сон тілінде сөйлесе алатын, болмаса химия саласында, математика саласында, болмаса география саласында, болмаса басқа да түрлі салаларда. Мысалы бір үлкен бір адаммен сөйлесіп отырмын, бір ғалым болғанда 84-ші жылға айтады, мен киноны да көріп үлгердім дейді. То есть мен тілінде сөйлесетін, ресторан белі оқығам дейді, соткаң бұзылса соткаң жөндеп берем дейді, спорт десең спорт жөнінде. Универсал. Неге? Өйткені ол любой адамға подход жасау үшін өз-өзін дамытқан адам. То есть 84-ші жылғы бала өзі ғалым ретінде оны басқалар көреді, өйткені біраз жерге шақырады. Өйткені үлкен адамдармен сөйлесу үшін, пікір талас үшін, білми түрде, ғылыми түрде пікір талас алу үшін сол үшін дамытқан адам. Мен айтқым келгені, қазіргі заманда не үшін жан-жақты болу керек? Ол кезде енді біздің оқыған кезде заманда сол түсінік наглость вторая счастье деген түсінік қалып кетті. Негізі ол наглость вторая счастье емес, наглость ол деградация.
То есть халықты өз-өзін ойлау халықты деградацияға алып келеді. То есть басқалармен жұмыс жасау қазіргі кәсіпкерлер қазіргі заманның ол сахабалары десе де болады. То есть кәсіпкерлер ол звено, который кәсіппен жалпы негізі осы өмірдегі халықтан бет қосып бірін-бірімен коммуникация жасап отношения құру. Отношения құрмасаңыз кәсіп жүрмейді. Вот. Одан кейін кәсіпкерлерге қарап мына заманда бой түсетін жастар өте көп. Мұғалімге қарамайды, бір физикке қарамайды, жақсы математикке қарамайды, енді кәсіпкерлерге қарайды. Сондықтан да сол айтып жатқан қазіргі заман сахабалар ол кәсіпкерлер деп, сондықтан да кәсіпкерлер білімді болу керек, кәсіпкерлер өздерін дамыту керек. Қазіргі заман сахабасы, өйткені ертеңгі күні жастар сіздерге қарайды, үлкен кәсіпкер болған. Сіздің жаңағы движенияларыңызды, чтобы оны алмас үшін адам деген өз-өзін дамытып жан-жақты болу керек. Яғни спорт саласын дамыта беру керек. Хобби деп айтып отырсыз, хоббиінде айналыса беру керек. Мысалға айтатын болып жатсақ, үлкен әлемдегі айтатын болып жатсақ, Трамп өзіне қандай управлениеға, қандай басшылыққа қандай адамды алады. То есть өзінің саласын беске білетін адамды емес, жан-жақты адамды алады. Неге? Өйткені қазіргі заман ол жан-жақты кризистер болады, критический ситуациялар болады. Сол уақытта компанияны алып шыға алатын адам керек та. То есть жан-жақты адам любой уақытта такой кризис менеджер дейді ғой, жан-жақты. Тек қана өзінің саласын ғана, бір саланы ғана білетін адам, мысалы, ол басқа өзінің саласын мықты ғой, енді мейлі жұмыс жасайды. Кейін кризис кезінде жан-жақты боламай қалады. Ол жерге осы Американы айтып кеттің да, кеше ғана бір ақпарат оқып көрдім. Даже бизнестердің, осы миллиардер бизнесмендердің сұхбаттарын оқып көрдім. Қазіргі таңда олар айтады, например, резюмені қарайды ғой, азаматтардың резюме. Ол жақта, например, қай жақта жұмыс істеген, қай жақта карьераны жетілдірген резюменің барлық фактор емес дейді. Басты фактор дейді. Ол, например, көп жұмыста, егер ол сүрініп келсе, көп, например, не дейді оны, как бы, неуспешный опыттар болса, олар айтады, сол азамат, егер неуспешный опыттар болса, значит, келесіде, ол менің жұмысқа келген кезде, сол минустарды ол қайтадан содан өтпейді. Ол, наоборот, жаңа жолды тауып, жаңа форматта, как кризис менеджер болып жүреді. То есть для них сейчас главный фактор не то, чтобы какую он карьеру сделал, а сколько он школу прошел. То есть он минусы очень много допустил в жизни, но это для него опыт. То есть больше опыта, где он может коммуницировать. Ең бірінші коммуникация и больше опыт таких чем больше у него банкротства, значит он в следующий раз на эту ступень как бы не вернется дейді. Сондай үлкен айтып жатқан миллиардерлардың сұхбатында сондай рекомендация бар. Ол жерге енді біздің азаматтарға сіз үйленгенсіз да? Неше жасында үйленгенсіз? Мен кеш үйлендім негізі. Неште? 30 жасында. 30 жасында. Негізі қазір біздің жастарға енді түсінікті көптеген факторлар бар. Ақша дейді, той өткізу керек, бірақ негізі бизнеске ертең кері келтірмеу үшін, ары қарай даму үшін неше жаста үйленген дұрыс негізі? Чем раньше, тем лучше. Раньше, тем лучше. Да? Ер жігітке 25-тен ақсыр үйленбеген дұрыс. Өйткені өз басынан өткен оқиға. Өз басынан өткен. Неге? Неге? Көп жүріп қалса, ер бала. Ол қыз балаға да байланысты. Жалпы негізі өз басынан өткенін айта берейін. Ер бала мысалға кеш үйленетін болып жатса, көп нәрсе қарап қалады. Ертеңгі күні мысалға үйленген әйелін алып жатса, уже минустарын іздей бастайды деген сияқты. Өйткені отбасыда көп ұрыс-керіс болып жатса, ол үлкен қатты әсер етеді. Неге? Кәсіпке. Өзінің жүріс-тұрысына араласатын адамдардың, отношения құрған адамдардың бір уақытта сындырып алуы мүмкін. Сондықтан да айтатын болып жатсақ, баланы айтайық. Өз уақытысында еңбектеп, өз уақытысында жерден таяқ жеген дұрыс та. Өз уақытысы. Өз уақытысында. Жаңада мысалы мен балам құлап жатыр ғой. Мен қараған жоқпын да. Неге? Өйткені ол бала сол уақытта құлап
өзінің құлаған, өз түсінетін сол уақытта білген дұрыс та. То есть уақытысында. Уақытысында. То есть уақытысында құламаған бала, уақытысында еңбектеген бала ертеңгі психологически кішкене ауытқу болуы мүмкін. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Вот, например, ерте үйленген, енді ерте деп айтамыз, ол 24-25-те ол ерте деп айта алмаймыз. Кейбір азаматтарымыз, достарымыз, 19 жасында, 20 жасында үйленді, бірақ өзіңіз айтып жатсыз 24-25-те. Сол 24-те үйленген азамат, сол жақта первый бизнес-подход, кейбір азаматтарымыз айтады, бизнесмендер, первый твой бизнес-подход это в семье дейді да. Егер сіз семьяңызда жақсы коммуникация жасап, балдарыңызды уже сол әйелмен бірге, ата-анамен бірге, әрі қарай балдарыңызды балдарыңыз дүниеге келеді, әрі қарай дамысаңыз, ертең сіздің бизнеске сол коммуникацияны әрі қарай дамытуға үлкен үлес қосады деп. Соған сіз дұрыс қарайсыз ба? Өте қатты келісемін. Өйткені отбасыда ер адам өзінің орнын қоя алмаса, одан бөлек ата-анасына қарым-қатынасын құра алмаса, әйеліне бала-шағаның қарым-қатынасын құра алмаса, ертең кәсіп құлдырайды. Көп азаматтар біле бермейді. Мен қазір бизнесті істеп алайын дейді. Кейін мен үйленемін, анау бұла дамытамын дейді да. Ең бірінші фактор, Олжекең де айтып жатыр. Көптеген азаматтарымызда қазір былай тілдерін қарап жатырмыз, айтып жатқан әңгімелерін қарап жатырмыз. Егер сіз ерте үйленіп, сол коммуникация, маленький бизнесті, семейный бизнес дейді, там же тоже әйелмен бірге қаражатты қарайсың, үнемдейсің, балаңа жаратасың, әрі қарай семьяңа құртасың. Это первый бизнес-подход. То есть біздің беріп жатқан рекомендация, Олжекеңнің де, егер ерте үйленіп, сол жақта маленький семейный бизнесті бастасаңыздар, то есть семейный расчеттарды дұрыс істесеңіздер, ертең сіздің бизнесті әрі қарай дамытуға үлкен үлес, жеңілдік болады. Олжекең соның нағыз бір айта кететін нәрсе болсақ, көбісі ойлауы мүмкін. Жоқ, кәсіп құрып алайын, ақша көбейтіп алайын, ертеңгі күн бақытты өмір сүреміз деп. Бұл өте қате пікір. Жалпы негіз отбасыда, өздеріңіз балалы шағалы болсаңыздар, отбасылық болсаңыздар, отбасыда ақша бақытқа шешпейді ол. Ақша шешпейді отбасыда бақыт. Отбасыда тыныштық, отбасыда жақсы қарым-қатынас, кішкене ғана ақша болса, тамағың, киім-үстің болса, тұратын жерің болса, бақытқа сол жетеді негізі, жалпы. Қалған бәрі уже лишний нәрсе болып кетуі мүмкін. Сондықтан да адам кәсіп, адамға не үшін қажет, білу керек соны. Мүмкін айту мүмкін, мен үлкен машина аламын, үлкен үй соғамын, әлемдерді көргім келеді деген сияқты. Дұрыс, оның бәрі цель дұрыс қой, бірақ, конечно, счете адам өзінің целін білу керек та. Кәсіп маған не үшін керек, жалпы не үшін маған берілсе, кәсіп не үшін беріледі деген сияқты. Мысалға, 5-ші класста оқитын балаға машинаның кілтін бермейсіз ғой Бар, сен дайынсың, машина айдай бер деген сияқты. То есть ол пісіп жетілген кезде машинаның кілтін бере аласыз. Сол сияқты, бұл кәсіпте де сол. Кәсіп сізге не үшін керек екенін білсеңіз, жалпы негізі адам қайдан келдім, не істеймін осы өмірде, қайда барам деген сұрақтарға, элементарный сұрақтарға жауап берсе, кәсіп де дұрыс болады. Отбасы да дұрыс болады. Ең бірінші отбасыдан бастап, отбасын айтып отырмын, не важно, ақша бұл жерде бақытты дұрыс отношения құрып алса, одан кейін кәсібін ол само собой жүретін нәрсе негізі. Адам өзін радио сияқты настроен қойып алса, болды, оны жүргізе болады. Ал енді бірінші қадамнан өттік. Семья, детство дейді ғой, енді университетті барлығын қарадық. Енді бизнеске көшсек. Астана парк синема бизнесті осыдан қанша жыл бұрын бастағансыз? Вот именно конкретный Астана парк. Астана парк 2017 жылы ашылды. 17, получается 2020 жыл, 3 жыл бұрын. Бастаған кезде, біздің ең популярный сұрақ, бастаған кезде қанша қаражат керек? Вот сіздің бизнеске... Негізі кинотеатр кәсібі өте ақша қаражаты көп. Қажет ететін кәсіп негізі. Сіз қанша осыға тұрдыңыз? Тараздағы 3 залды кинотеатрды ашу үшін, қазіргі есеппен санаған кезде, мысалы, курс доллар көбейіп кетті. 150 миллион теңген. 150 миллион теңге қаражат керек. То есть бір зданияда 3 несі бар,
3 залы бар. Залы бар. Ремонт, оборудование полностью 150 миллион теңге осы кинотеатр бизнесті Тараз қаласында бастау үшін Олжекен сондай форматпен бастады. Енді тағы бір сұрақ келетін да, 150 миллионды алу үшін сізге кім көмектесті? Ағаларыңыз көмектесті ма? Біздер айтады ғой, ағашки помогли дейді ғой, ана достарына таңғалатын сұрақ дейінші. Қалтада мысалға ары кетсе бір 10 миллион, 20 миллион. Бірақ қалған ақша шыға салды басқа жерден. Шол басқа жерден қалай? Достар көмектесті? Кәсіп, мысалға машинаны сатып жібересің деген сияқты. Бұл жерде қазір біздің Астана паркта, соответственно, кейін 3-ші партнеріміз бар. 3-ші партнер. Главный инвестор дейсің? Жоқ, бәріміз, бәрі win-win, бәріміз жаңағы. Кредит алдыңыздар ма осыны бастау үшін? Осыны бастаған кезде біз негізі көп кредит алған жоқпыз. Қанша алдыңыз? Бірақ ол кезде 150 кеткен жоқ қой. Қазір есеппен 150-ге ашамыз. То есть бастаған уақытта бір где-то 100 миллион көлемі кетті. Оны мен 100 миллионда. Иә, 100 миллион. Оборудование өзі қымбат қой. Енді 100 миллионы хорошо. Бірден бастаған жоқпыз. Оборудование ол Астана паркке дейін Астана синемада болды. То есть осы уақытқа дейін біз 7-8 жыл бойы уже 9 жылға кеттік қой. Кинотеатр саласында жұмыс жасап. Сол уақыттан бері жайлап жинап келатқанымыз, жаңағы оборудование құйып отырдық деген сияқты. Өзіміздің опытымыз бар, өзіміз ремонт жасай аламыз. Басқа жақтан специалисттер тартпаймыз. Тогда былай сұрақты қояйын. Бірінші қадамды, әйтеуір бастамай ретінде сіз айтып отырсыз, бастау үшін енді понятно, бизнес максимально бастау үшін 150. Қадамды біз 500 мың теңгемен бастағанбыз. 500 мың теңге осы Астана паркты бастаған кезде. Жоқ, Астана парк емес, Алматы синемадан бастаған. Алматы синема. Алматы синема болған ол кезде Алматы. 500 мың теңгеге не қойды? Бізге былайша айтқанда алла көмектессек болады. Бізде арман болды, цель болды, ниет болды. Жас кезіндегі амбициялымыз болды десек болады. Одан кейін бір күн бір газет қарап отырсам, как раз Меркіде бір цифрлық кинотеатр бір 3D проекторлер сатып алып жабылған екен сол жерде. Меркіде? Иә. Сосын мен неден көріп қалғам да газеттен, давай барып көрейік, сұраштырып деп. Соны барып келісеміз да 500 мың теңге алып кетеміз. Сол оборудование? Оборудование. Полностью. Қайрат деген бауырымыз сол кезде бірге жұмыс жасағанбыз. Ешқандай жұмыстар жалдаған жоқпыз. Ремонтты екеуміз жасағанбыз. Өздеріңіз? Өзіміз жасағанбыз. Керемет. Осы Алматы синема деген жерде? Ремонтты өзіміз жасадық, өзіміз бастадық. 500 мың деген енді ол кезде да миллионға иә, ол кезде да аппараттың бәрі жыл бұрын аппаратты біз 300 мыңға ма 400 мыңға алдық өзі. Крупно повезло десек те болады өйткені. Негізі 1,5 миллион тұратын ақпаратты сіздер соны 300 мыңға да? Былайша айтқанда әшейін проект ғой қазір кино. Сондай немен бастағанбыз негізі. Бірақ ол кезде 3D етін. Бірақ біз нені түсіндік ол кезде? Ол кезде кішкене опыт болды бізде. Біз кино сатып алу керекпіз. Біз сервис сату керекпіз. Ол кезде Тараз қаласында ол жылдары сервис жоқ десек болады. Біз халыққа сервис бердік. Сол сервис үшін келдік. Сервис сатып алу үшін келдік. То есть не үлкен рекомендация. Не главное, как бы қандай сенде аппаратың болса да, например, күшті соткаң болуы мүмкін. Күшті вот Олжекен айтып жатыр, біз күшті аппаратты там арзанға алдық. Но главное сервис, да, адамға кішкене коммуникация жасау. Сервис деген коммуникация, ол дұрыс, как бы сервистік қызмет беру. Но ең басты енді көбісі ойлауы мүмкін ғой, біздің азаматтар да, жас кәсіпкерлер осы 150 миллион мен қайдан табамын деп. Бірақ Олжекендер айтып жатыр, біз бірінші қадамды примерно до миллиона, енді 500 мыңнан примерно до миллиона бастадық, ремонтты өзіміз істедік, то есть основной қаражаты оборудование кетті. Енді ремонт жасауға краска аласыздар, анау аласыздар, покраска енді өздеріңіз. То есть ана жұмысшыларды әкелмей өздеріңіз бейсболка киіп алып, футболка киіп алып жұмыс жасаған кезде, то есть любой бизнесті понятно, енді бір жылдың ішінде бір 150 миллионға келу мүмкін, бірақ ең басты бастама 500 мыңнан бастауға болады. Осы именно қазір көп жастар қарайды, бұл целый кинотеатр, оған көп ақша керек. Олжекендер 500 мыңнан 1 миллионға дейін сол жұмысты бастады. Бірақ арман, ниет, сенім. Правильно? Сол 500 мыңның өзін біз қарыз қойғанбыз. И то қарыз қалған. Қалтамызда бір 100 мыңнан болған соң қарыз қалдық, шыны керек. Бірақ сол қарызды біз 2-3 айда қайтарып тастадық.
содан кейін сол уақыттардан бастап уже бірінші машина ала бастадық, одан кейін қарды жаптық уже. Енді тағы бір популярный сұрақ бар біздің YouTube каналда. Осы енді көбінесе көп ана YouTube'да қарап жатырмыз. Когда вы получили первый $1 миллион дейді ғой, енді как бы біздер енді мынадай сұрақ, сіз осы 500 мыңнан бастап қарызға алып, первый заработок $1 миллион, первый выручка $1 миллион алған кезде қашан болды? И сол алған кезде сіздер бірінші қай жаққа жараттыңыздар? Көбісі азаматтар айтады ғой, мен там, я не знаю, бір жаңа киім алдым дейді. Біреулер айтады, мен жаңа бір оборудование алдым өзіме деген. Сол уақытта ең бірінші, мысалы айтатын болсақ, бір жылға жетер-жетпес уже машина алдым өзіме. Одан кейін Қайрат бауырымыз екеуміз жинаған тергеніміз, одан кейін ары қарата өсу керек болды. Өйткені бұл ол кезде біз былайша айтқанда проектормен көрсететінбіз, жаңағы непрофессиональный. Біз енді профессиональный уровеньге шыққымыз келді. То есть қалада по примерам басқа қалалармен қалыспай, жалпы әлеммен қалыспай көрсету, осы Тараз қаласында сол арман болды негізі. Сосын барып жаңағы қазіргі Пример Казахстан бұрын Алматы Синема дейді, сол жерде болды. Астана Синема дейді. Сол Астана Синеманың ол кезде $100 мың кетті. Екі залды кинотеатр аштық, бірақ бірден ашқан жоқпыз. Бірінші бір залды аштық, сосын барып екінші залды аштық. Жарты жыл көлемінде екінші залды аштық. Сол общий санаған кезде бір $100-120 мың кетті. Ол уақытта курс басқа еді, қазіргі теңгемен санайтын болып жатсақ, қанша болмайды? 10 миллион үсті шығар. Сондай уақыт. Енді мына первый сіздер бастаған кезде первая плюсовая выручка қанша ақша келді? Сол кезде вот, например, сіздер 1 миллионға дейін первые 3 месяца қанша выручка болды? Монополист десек те болды. Конкуренция жоқ атын ол кезде. Ол зал қанша адам сыйғызатын еді? Ол кезде 130 адам сияқты. 130 адам бір келген кезде. Сіздер қанша уақытқа дейін істедіңіздер? Ну, вот до скольки работали дейді ғой? В день. Сағат 10-нан бастап түнгі сағат 2-ге дейін жұмыс. 2 дейін. Енді ол кезде біз шыны керек бір жылға жетпей бәрін ақтап тастағанбыз. Енді давайте вот так, чтобы біздің азаматтарға, біздің жас кәсіпкерлерге кішкене ақпарат болу үшін, вот давай, трехмесячная, условно, первая плюсовая выручка қанша қаражат болды? В день. Енді давайте в день емес, енді бір айға выручка дейді ғой, қанша вот сумма келді, сонша азамат келіп, қарап, сіздерге билет сатып алып, сол первое... Жоқ, сол уақытта біз... $1,5 миллион болды ма, ол 2 миллион болды ма? Партнерімізбен қанша десек болды? 5-6 миллионға дейін алатынбыз. 5 миллионға дейін бір айда? Иә. Бір айда, да? То есть екі адам бөлгенде әрқайсысының 5 миллионнан дейді. Все сондай. Вот так, ну понятно, расходтар бар, анау бар, как бы в целом где-то по 5 миллионов каждому, негізі в целом где-то 10-15 миллиондай. Сол ай сайын, это 3 айдан кейін ба, или бір 4-5 айдан кейін ба? Жоқ, бізде енді бір 2-3 айдан кейін ба. 2-3 айдан. Қараңыздар, Олжекең первый, да, осы жерде бір рекомендация. Енді Олжекең айтып жатыр, біз монополист болдық, просто сол кезде, сол жаңа форматта, жаңа сервиста келетін тек Олжекеңдер болды. Қайрат деген бауырыммен бірге басталды. Уже 2-3 айда первый выручкаларды, плюсовой выручкаларды в целом Таразда 10-15 миллион алу барлық командаға ол да үлкен. То есть біздер көбісі ойлайды ғой былай. Жоқ, мен кішкентай қалада бастасам, как бы көп адам келмейді. Мен Алматыға барып істеуім керек, Астанаға барып үлкен қалаларда істеуім керек деп айтады да. Олжекеңдер оған қарамай, Тараз енді былай қарағанда бір миллионник қала емес қой. Соған қарамастан олар сол бизнесті бастап, уже 2-3 айда ақша қайтарымы басталды. И уже 3-4 айда сол как бы алған қаражатын, мысалы кредит емес, енді алған қарыздарды сіздер жаба бастадыңыздар, да? Қарыздар жаба бастадық, жаңағы кредиттеріміз жаба бастадық. Жалпы негізі дебиторский задолженность солардың бәрін жабумен болды. Былайша айтқанда енді өз-өзімізге қайтып аяққа тұру үшін ол уақытта жарты жылдан бір жылдың көлемінде. Одан кейін ал қарата өз-өзімізге жұмыс жасау, жаңағы таза табысқа иемдену. Ал енді қазір қарайтын болып жатса, конкуренция пайда болды, басқа үлкен кинотеатр
қазір қандай конкуренттерің бар осы 3 жылдың ішінде? Қай жақта тағы бар? Арман кинотеатр. Арман кинотеатр. Ол да Тараздың жігіттері ма или Алматы? Алматыдан келген. Алматыдан келген. Пример Казахстан, бұрын біз сол жерде жұмыс жасаған, ол жақтан шығып кеттік, сөйтіп біздің орнымызға сіздер өздері жұмыс жасап жатыр. Өздерінің ғимарат өздерінікі, өздерінің пайдасын тауып жатыр, әркім өз пайдасын тауып жатыр. Бірақ выручка уже бұрынғыдай емес. Рынок 3 жыл мен 5 жылдың арасында өз-өзін ақтау болып кетеді. Енді ашатын болсаң 4 зал сияқты, 5 зал сияқты. Ну негізі мен ойлаймын, любой конкуренция ол жақсы, ол да бір стимул, ол да бір андай бір орында тоқтамай қалмау үшін. А то монополист болсаң білесіз ғой, бір 5-10 жылдан кейін адам кішкене уже тоя бастайды, уже әрі қарай дамымайды да. Конкуренция болған кезде кәдімгі новый формат, новый сервис, новый қандай талаптар осы рынокқа, нарыққа байланысты адамдар ойлана бастайды. Сіздерде мынау қазір сіздер монополист емес, тағы ашылған кинотеатр сіздерге үлкен бір как бы не дейді ғой, андай даже не мотивация, а вот қимылдауға, жаңа форматты өзгертуге үлкен бір энергия пайда болды. Қуанып айтсақ болады бұны, дауыс толтырып айтсақ та болады, ол енді айтылатын нәрсе. Мы открыватели деп па? Этого бизнеса. Тараз қаласында тарихта дейікші, Тараз қаласының тарихта ең бірінші цифрлық кинотеатр. Во, керемет. Пленкамен көрсетіп кинотеатр, соңғысы Евразия жабылды. Одан кейін цифрлық форматта Тараз қаласына біз бірінші болып аштық, первый открыватель. Сосын кино саласындағы мәдениетті біз дамыттық десек. Керемет. Осы жерде ең басты Тараздың жігіттері, ауылдан шыққан жігіттері жаңа IT цифрлық форматты осыдан 3 жыл бұрын, о кезде 33 дедің да? О кезде қазір 35 десең? О кезде 30-ға... Даже 30-ға еді. 30-лардың шамасынан десек болады. То есть Астана паркының 3 жыл алдында сіздер істеп, уже... Жалпы негізі кинотеатрының саласында уже 8-9 жыл пару неміз бар, бірақ профессионалды түрде... Профессионалды түрде. Қанша, 6-7 жылда кетті. 29-30 жасында деп айтайын, да? 29-30 жасында. Одан да ерте. Одан да ерте. 20, условно, 26-27 жасында тарихта осы Тараз қаласында Тараздың жігіттері, ауылдың жігіттері осы жерде новый цифрлы форматта келді. Алматыдан ешкім әкелген жоқ, Москвадан ешкім әкелген жоқ. Осы жердің азаматтары осы жерде оқыған, сол жаңа форматта әкеліп жатыр. Бұл кәдімгі реальность дейді, бұл уже тарих. То есть біз көбінесе ойлайды ғой, жаңа IT проекті осы біздің қазір көп айтып жатыр, IT проектіні Украинадан әкелеміз, Москвадан әкелеміз. Никакой ондай формат емес. Осы жердің жігіттері, осы жердің ауылдан шыққандар, осы тарихта қалатын жаңа форматты, цифрлы форматты синема бизнесті әкелген, және соларға еріп, басқа қалалардан келіп, осы жақта сол бизнесті дамытам деген жобалар келіп жатыр. Мен ол жерге бір ұсынысым бар. Біз осы жерден тұрып, сіздің синемаға, Астана паркке барып, сол жақта кішкене сұхбатты жалғастырсақ. Қалай қарайсыз? Да? Давайте, тогда мы пройдемся чуть-чуть, кішкене жүріп, жаңа форматпен сұхбат алайық. Енді ол жерге әрі қарай сұхбатымызды жалғастыра берейік. Сізде қазір қанша адам жұмыс жасайды осы Астана паркте? Астана паркте карантинге дейін көп адам емес негізі. Кухня саласы емес, 20 адам көлемінде жұмыс жасайды. 20 адам көлемінде, да? Сол адамдарды таңдаған... Көбінесе ол студенттер. Студенттер болғанда да... Студенттер неше жаста? Жастары 18, 19, 20 жастағылар. Основной енді 3-4 адам бар, бухгалтериясында жұмыс жасайтын деген сияқты, айтишнигіміз бар деген сияқты, управляющийіміз бар деген сияқты. Основной 4-5 адам бар. Қалған бәрі студент қыздар мен жігіттер, олар көп жұмыс жасамайды, бір ай жұмыс жасап келетіндер бар, кейбіреулер бір ай жұмыс жасап келетіндер бар, 2 ай 3 ай. То есть бізде кухня сияқты емес, бір адамға қадалып қалмаймыз да. То есть ауысып кете берсе, ауысып кете берсе. Постоянкада стандартный, постоянно форматта істейтін қанша адам? Сол 20 адамның 10-ма, 15-ма? 7-8 адам постоянно. 7 адам. Енді мына біздің азаматтар көбінесе сұрақ береді. Осы біздің сіздер енді акционер, бастап жатқан кәсіпкерлердің бірі, сіздер операционкада жұмыс жасайсыздар ма?
операционка деген как бы то есть барлық кассаны қарайтын, әрі қарай как бы менеджментке қарайтын постоянно. Сіздер как генеральный директор, как управляющий жұмыс жасайсыздар ма или просто өздеріңіз управляющийлар бар, бірақ сіздер соның просто басшы ретінде қарайсыздар? Управляющий да бар, солар басшы ретінде қараймыз. Көбінесе басшы ретінде, да? Тексеріп, иә, жаңағы кәдімгі өзінің несін береді, жаңағы отчеттарын береді. Отчеттарға қараймыз, жаңағы қай жерінде расход, қай жерінде қандай доход болған. Сіздерге көбінесе такой стратегический формат, да? То есть стратегиялық бағыттар, да? Иә. Да? До карантина қанша выручка болды? Это такой средний, да, енді? Орташа. Былайша айтқанда бір 3 пен 5 миллион арасы. Бір айда. Да? Ал қазір карантин болды, вообще тоқтап қалды, да? Карантин болды, 0, да? Сіздерде де қосымша осы Астана мәсенің ішінде өздеріңіздің, например, попкорн сататын дейді ғой, как бы шаурма істейтін ішінде кафеларыңыз бар ма? Или сіздер көбінесе сол жалға бересіздер ма? Жоқ, бұл жерде бізде ешқандай жалға беру деген жоқ. Қазір бізде Саламбро дейтін бренд қосылды. Қандай? Саламбро, да? Ол да Тараздың жігіттері? Бұл Тараздың жігіттері де бар, Алматының жігіттері бар. Жалпы негізі Таразға... Ол кафе, да? Ол негізі франшиза ғой. Таразға кіріп жатыр, солармен қосылып бірге былайша айтқанда долямен десек те болады. Бірге жұмыс жасап жатырмыз. Қазір енді доходтар түсіп кетті, выручкалар түсіп кетті. Өздеріңіз енді жинаған, терген бір капитал, ну как бы капиталды соны пока жаратып жатсыздар ғой? Әрине. Да, пока соны. Енді қазір енді көп адамдар айтады ғой, на как бы карантинде қалай өзі как бы можно выжить, да? Вот енді сіздер до какого периода, қанша уақытқа дейін сіздер әлі осында карантинде тұра аласыздар? Өзіңізге бір жоспар да енді ретінде. Соны көп адамдар білген дұрыс та? С вашим капиталом, который вы, условно, за такой период, там, 3 жылдың ішінде жинаған. Негізі бізде капитал жоқ десек те болады. Да? Қазір мен өзім капиталым басқа жерден тауып жатырмын. Қазіргі кезде енді көп дұрыс кинотеатр көп уақытқа енді жұмыс жасамайды. Сондықтан да басқа жақтан ақша табу көзін тауып алдым десем де болады. Кинотеатрға қарап қалған жоқпын. Ол инвесторлар ма или қалай? Или ол просто қарыз ба? Пока жоқ, ол өзім инвестор емес, қарыз емес, просто алып сату десек те болады. Параллельный бизнес, да, получается, да? Да, параллельный бизнес. Сол параллельный бизнес қай салада? Ол бизнес деп те атамаймын. Ол жаңағы недвижимость, движимость десек те болады. Сол жаңағы алып сату нәрсесімен айналысып жатырмын. Одан бөлек өзім тағы бір 2-3 план құрып қойған, солармен айналысып жатырмын. Но сіздің как бы зданияңыз бұл арендада ма? Давайте көрсетейік біздің азаматтарға. Камераны былай көрсетіңіздер. Бұл здание арендада, да? Арендада. Арендада, полностью, да, арендада? Иә. Қанша общий квадратура? 2000 жоқ. 2000-ға жоқ, да? Тараздың арендасы көтерілген жоқ па осы кризис кезінде? Кризис кезінде жоқ. Көтерілген жоқ. Кішкене түсірді ма? Кризис кезінде қазір төлеп жатқан жоқпыз негізі. Да? Кинотеатр жұмыс жасап жатқан жоқ. Тек мына кухнясы ашылған кезде кинотеатрдың ішінде соған байланысты бір кішкене ғана төлеп жатырмыз. Ай сайын қанша төлейсіздер осы 2000 квадрат метрге? Біраз. Миллионнан жоғары, миллионнан астам, ну, орташа. Жоғары ғой, жоғары, да? Жоғары кетеді, да? Бұл осы. Енді бұл жақта коммуникация, енді бұл орталықта орналасқан здание. Сіздер осы кризис кезінде андай қараған жоқсыздар ма? Біз қосымша тек қана іште емес, далада бір цифрлы кинотеатр құрсақ деген. Сондай ой болған жоқ па? Жоқ, далада ол басқа салаға өтіп кетеміз. Далада автокинотеатр деген сияқты. Это другой совсем формат, да, бизнеса? Өйткені ол жақта по примерам жұмыс жасалмайды. Ол кішкене біздің форматқа дұрыс келмейтін нәрсе. Көрсетуге болады кино, бірақ та интернетте кинолар көрсетесіз. Одан енді көбісі үйде көрсе де болады, тек қана бұл үшін атмосфера үшін келеді ол. Одан көп те ақша таба алмайсыз. Оған құйған ақшаңызды сол қайтып біраз уақыт жүріп қайта сол уақыттан алып болды.
осы синема бизнесте сіздер енді основной, наверное, затрат, кроме технологий, кроме оборудования, фильмдерді сатып алуға кететін шығар қаражат, да? Сіздер фильмдерді қалай сатып аласыздар? Әлемде кино сатылмайды, әлемде прокатқа беріледі. Прокатқа беріледі, да? То есть бір кино түсірілсе, соны прокатный компаниялар прокатқа беріледі. То есть прокат қанша тұрады? Әр түскен кинодан, мысалға, айталық, 1000 теңге билет сатып алдыңызға, соның 60%-ын прокатный компанияға жіберіледі. 60%-ын, да? Кинотеатрда тек қана 40% ғана қалады. Болды. Условно сіз айтып жатқан бір выручка, керенді выручка, 60%-ын сіз прокатқа жібересіздер, да? И 40% өздеріңізге қалады, да? В целом, да? Понятно. Қазір таңда осы современный енді шығарып жатқан фильмдерді көрсетесіздер ме? Или сіздерде қалай өзі, например, Алматыда, Астанада айтады ғой, бір жаңа акция болады, не акция, бір жаңа киноның несі болады, как называется, көрсетілім болады. Сол күні Астана мен Алматыда көрсетіп жатқан киноны сіздерде көрсетіледі ме? Иә, әрине. Әрине, да? Примерно сол үшін келдік қой, біз профессионалды түрде не үшін аштық кинотеатр. Чтобы самый современный... Әлемнен қалыспас үшін, әлемде қай уақытта, мысалы Қазақстанда, СНГ бойынша қай уақытта көрсетілу керек, біздің Таразда сол уақытта көрсетіледі. По премьерам. Премьера қай күн жүреді, сол күнде Таразда көрсетіледі. Керемет. Осы 20 шақты азамат жұмыс жасайды, да? Сол азаматтарды таңдау үшін сіз как HR ретінде солармен сұхбат жүргізесіздер ме? Жоқ, оны... Или өзіңіз управляющий, да? Управляющий неше жастағы азамат? Ол да бір 30-лардың шамасында. Жас жігіт, да? Иә, жас. Да, осы Тараздың жігіті, да? Тараздың жігіті. Оқыған, оларды, например, управляющий таңдаған кезде сіз образование қарайсыздар ма? Или өзіңіз түлік? Біз образование қарамаймыз. Қайта біз көп жерде жұмыс жасап келген адамнан негізі кішкене сомнение болатын бар. Өйткені белгі бір қатайып қалған жүйеге қатайып қалған адам болса, наоборот, содан қорқамыз. Неге ол мүмкін левый жасауы мүмкін, қатайып қалған жүйеге тек қана сол салада өзі жұмыс істейтін болса, кішкене бұзады системаны. Бізде кішкене креативті, бізде кішкене творческого адам, отношение құралатын адамдар болып жатса, оны біздің опытына қарамаймыз. Даже жұмыс жасамаған болып жатса да, бірақ ана адам өзі активный сондай болып жатса, ниеті бір адал болса, соны қарайсыздар, да? Қала береміз болды. Керемет. Тағы бір сұрағым бар еді, осы бұл халальный бизнес па? То есть іште ішімдік нәрсе сатылмайды ма? Жоқ, біз ішімдік сатпаймыз. Да, вот то есть Таразда халальный бизнес жүргізуге болады. Бұл жерде кішкентай балалар келеді. Кішкентай балалар тұрып, мысалға пиво ішіп тұратын болса, жәнінде біреуі, мысалы, кинотеатрдың ішінде кино көріп отырып, пиво ішіп отыратын болса, онда бұл кәсіп, былайша айтқанда мәдени кәсіп болмай қалады, былайша айтқанда. Ішетін жерлер бар, өздерінің кафе, ресторандар сояқ бар, іше берсін, бірақ біз өзіміздің кәсібімізге жауап беретін болып жатсақ, бұның ішінде ішімдік сатылмайды, темекі сатылмайды. Керемет. Себебі қазір көп енді өзіміз азаматтарымыз бар, өзіміз қатарлы кафе, ресторан, осындай сервистік бизнесті ашады. Көбісі азаматтар айтады, ол жақта ішімдік сатылмаса, ол как бы дохода келмейді, выручка келмейді. Бірақ қазірдің өзінде көп таныс жігіттер бар, халальный бизнес ашады, өзі ресторан, и бір ресторан емес, сеть ашады. Именно халяльный форматта, арақ ішімдік жоқ, темекі жоқ, сондай форматта. И ол да енді бастап жатқан кәсіпкерлер бір рекомендация ретінде, да, егер не обязательно көбісі айтады, но барлық доходтың 50%-ын осы ішімдік неге әкеледі. Осы Олжекең бизнесті ашты, Астана парк, халяльный бизнес, ішінде ішімдік темекі сатылмайды, соның өзінде мен бағана біз айтып өттік, көптеген выручкаларды ішіне береді. Біз ішіне кіріп көрсек болады ма? Қазір жабық па? Да? Жоқ па? Да? Жүріңіздер, көрейік. Салам Бро деген франшиза. Қараңыздар, қандай форматпен салынған, креатив. Мен Олжеке қазір таңда үлкен бір керемет технология бар, дизайн мышления деген. Ол бізді қазір Таразға келіп, соны айтып жатырмыз, жас кәсіпкерлерге айтып жатқанымыз, дизайн мышления деген қалай? Егер мына түстер, жаңа форматта түстер адамға кішкене мотивация береді. Егер біз серый, қара форматта жүрген кезде, ол аз мотивация береді. А мына жақта Салам Бро деген қараңыздар, қандай керемет. Олжеке сәл бір айтып берсеңіз, осыны франшиза ғой. Франшиза бұл жақта
основной осы жерде управление айналысатын Еламан дейтін жігіт. Еламан дейтін жігіт осы жаңағы Тараздағы Джекерс ойнайбыз. Қазір енді Джекерс отношение жатыр. Енді осы Саламбро негізі жалпы Қазақстандағы франшиза, бұны айналысатын жігіттер. Керемет. Қазақстандағы белгілі вайнерлер, жаңағы Джекерс, Ефремдегі жігіттер. Солар бұлар жүргізетін. Бұл просто біздің таразымызда кішігірім ашылған, солармен бірге жұмыс жасайық деп, осының ішіне былайша айтқанда ашқыз десек те ашқызы жаңағы бірге келісіп, бірге жұмыс жасап жатыр. Қараңыздар қандай форматпен, қызыл, көк, қара, сары форматта, новый формат дизайны, жастар келеді. Бұл жерде отырған кезде көптеген мотивация алуға болады. Біз ары қарай давайте енді кинозалды көрейік ішінде. Так, бұл жақта үшінші этажда ма? Основной залдар, үш зал. Қай жақта жиналған? Қай жақта? Қазір екінші этажға көтеріліп, барлығы кіреді. Бірінші залымыз бар. Бірінші залда? Ар жақта екінші, үшінші зал бар. Мына жерде кофейня ашылған жер бар. О, қараңыздар этот. Кофейня жазды, атмосфера, кітап, пианино деген. Пианино ойнайсыз ба? Бұл жігіт? Мен ойнамаймын. Да? Креативті адамдар, жастар болса екен. Да? Олар обязательно ойнайды, да? Настроенный пианино ма? Жоқ, кішкене настроен. Да? Әрбір кафеге кірген кезде пианино тұрады, бірақ чуть-чуть расстроенный. Ертең настройка жасаймыз дейді. Әркімге басып Да, хорошо. Сындырып кеткен бұл жер. Кішкене енді қазір мен өзім пианино жақсы көремін. Жақсы көреді, қарай. Чуть-чуть расстроен екен. Ты вернешься когда-нибудь снова, одиноко и так незнакомо. Ты вернешься когда-нибудь снова ко мне. Продолжение потом, когда настроится, сол кезде продолжение жасаймыз, да? Ал кеттік дальше. Так, бұл жақта кофе-бук, бұл жақта кітапта оқиды, кофе алады, да? Бұл кинотеатр басын ашылған кезде біз қандай форматпен аштық? Бұл жерде өзі мәдени атмосфера болсын деп. Бұл жерде бір нетворкинг болсын деп, коворкинг центр болсын деп. О, керемет. То есть жастардың бір идеялар қосылатын, жиналатын жері, тек қана киноға көру үшін емес, жалпы негізі осы жерге даже сабақ оқыса да, кітап оқыса да, соның атмосферасы болған. Сол үшін де кофе ашылды. Басында енді ашылған кезде жақсы кітаптар болған, бизнес кітаптары, мәдени кітаптар, кино туралы кітаптар. Енді өкінішке орай барлығын ұрлап кетті. Енді өздеріне ол ұрлағанның өзі де үйде оқиды, үйде кішкене соны сол жақтағы ақпарат кішкене полезный болады. Ол как бы ұрласа да оқуға ұрлаған шығар. Ол ана бір алып бір сатып кету емес. Біз ойлаймыз. Ұрлаған адамдар енді өз-өзден ойлаған адамдар ғой. Басқа адамдармен де көрісіп. Бірақ бұл жерде айтып кететін ой, ол жекеңдер бұл нестандартный мышление деген қалай? Креатив деген формат қалай? Тек қана бір зал емес, осы жерде жастар жиналсын, культурный форматты, мәдени форматты дамытам деген ниетпен осы жерде ремонт жасап, содай кофе-бук и бір жағынан бұл жерде оқуға да болады, жастар кездесуге болады, жастар отыруға болады. Осы креативный форматты осыны айтады. Осы нестандартный мышление деп осыны айтады. Қараңыздар, даже на заборлардан бұл на этот палет дейді ғой, как его называется, поддондарды алып, осына нелерді жасап қойған, орындықтар жасап қойған. Қараңыздар, бір ағашпен, бұл жерде кітаптар да бар. Осындай бұл ешқандай көп қаражат талап етпейді ғой. Жаңа Қайрат дейтін өзімнің серіктес бауырым бар ғой, өзі кішкене дизайнға жақсы. О, керемет. Негізі осы жерде көріп тұрған барлық дизайн сол Қайрат дейтін. Сол Қайрекең, да? Люстралар қарайды. О, қараңыздар, люстра қандай керемет. Мынандай люстраны еш жерде таппайсыздар. Да, вы че, вообще керемет. Ондай люстраны табатын болып жатсаңыздар, кем дегенде $1000 алатын шығар бұл. Мысалы, бұны өзі Қайраттың інісі бар өзінің туған інісі. Сол өзі жасап шығарған. Керемет. Сол Қайрат Тараздың жігіті, ауылдан шыққан жігіті, қараңыздар қандай форматпен, қандай дизайнмен жасайтын. Керемет, бұл потенциал, әрбір ауылдың, әрбір ауданның, әрбір қаланың потенциалы, азаматтар потенциалы
керемет үлкен международный формат. Бұны халықаралық деңгейде жасайтын кейбір азаматтар Европада қарайсыздар, осындай бір люстраларды мыңдаған доллармен сатады. А бұл жердің өзіміздің азаматтар Қайрат соның інісі қандай форматта от души өзінің бизнеске арналған қандай керемет дизайнерлік формат жасайды. Сол себептен рекомендация, сіздер қорықпаңыздар. Егер де өздеріңізге талап бір кішкене дизайнерлікке икемдеу болса, сондай форматты жасауға болады. Қорықпаңыздар. Ағашпен ешқандай бір көп қаражатта кеткен жоқ, да? Қайрат, былайша айтқанда осы залдардың, кинотеатрдың дизайндарын ойластырып шығарған сол кісі десе де болады. Керемет, аха. Тек қана бізде бірінші этажда ғана бір дизайнерский компания келіп сол дизайн жасады. Жалпы негізі осы екінші этаж залдардікі сол жасады. Қазіргі таңда Шымкент қалаларында мысалы 2 кинотеатр ашылып жатыр. Жалпы Шымкент қаласында номер 1 болу үшін жаңағы інісі екеуі сол жақ бүкіл дизайн інісі екеуі жасап шығарды. О, керемет. Енді сіздер болашақта талаптарыңыз қалай? Осы Таразда көптеген осындай кинотеатр салу ма, или басқа қалаларға шығу ма? Жоқ, басқа қалаларға шығу. Қайсы қалаларға шығасыздар? Қазіргі кезде Алматы жақ бар. Алматы, Шымкент. Осы Таразда енді жұмыс жасайды. Таразда. Осы 3 қалаға Олжекеңдер өзінің командасымен Қайрат екеуі осындай тағы бір франшиза ретінде ашасыздар ма, или өздеріңіз барып ашасыздар ма? Жоқ, бұл жерде уже басқа брендтер болады. Аха. Басқа брендтер болады. Астана парк уже Таразға. Мүмкін болашақта ауысып кететін де шығар аты. Жалпы бірақ неде Шымкентте болады, Инстаграмда қарасаңыздар да болады. Pixel Cinema. Pixel Cinema. Pixel Cinema деп аталады. Так, егер Шымкентте болашақта бұл қанша уақытта ашасыздар, Құдай қаласа? Құдай қаласа карантин біткеннен кейін жақын арада карантиннен кейін 1 айдың ішінде, да? Одан кейін Талғар қаласында бар. Талғарда? Құдай қаласа, оны ала берсе дейік, осы карантин біткеннен кейін. Болмаса келесі жылдың басында ол жақта басқа бренд. Ол жақта Киноман Марки Cinema деп аталады. Вот, керемет. Бұл жақта көрдіңіз бе, ойлар қалай? Тек қана бір брендті Астана парк деген синеманы дамыту емес, басқа қалаларда соған сол қалаға жақын жаңа форматта брендті ашу. Осындай форматпен, бірақ аты басқа болады. Ол да бір керемет бір подход, маркетинговый подход, сол қалаға жақын. Бұл жақта бұндай формат емес негізі. Шымкентте мысалға family форматта ашылады. Family, семейный формат. Ал неде Алматы жақта жаңа Талғар қаласында ол Маркет Cinema атайды тұр. Бұл жерде кинотеатрдың ішінде магазин болады деген сөз. Керемет, керемет. То есть тек қана кино сату емес, бұл жерде басқа кәсіппен екеуі біріктіріп бір кәсіптің түрін. Да. Ой, сіз айтып жатқан үлкен бір неде Астанада, үлкен мегада, жаңадан салған мегада, экспоның қасында билет алған кезде сіз бірінші магазинге кіресіз. Магазинде біраз нәрсені алу керек. Магазинде ол жерде тек қана чипсы, напитоктар сатылады, негізі арахис деген сияқты, мармелад деген сияқты. Бұл жерде ондайда сатылады. Бірақ толықтырылып кітап та сатылады. Құдай қаласа ол жерде ойыншықтар да сатылады. Керемет. Басқа да нәрселер сатыла береді. Полноценный магазин сияқты. Супер. Бірақ кино саласынан жақын болады. Осы креативный, нестандартный мышление деген осыны тек қана бір қалыпта қалып қоймай, әрі қарай қалай екі бизнесті біріктіруге болатын сондай форматта Олжекең өзінің командасымен ойлап жүрген. Біз неге кіре аламыз ба? Залға. Давайте залға. Дайынсыз ба? Қараңыздар, мынау зал, бұл Қайраттың өзінің идеясымен жасаған зал. О, керемет. Өз дизайнмен, да? Ремонттың барлығын өздеріңіз жасадыңыздар ма, или бір специалисттер әкелдіңіздер ма? Главный специалисттер тек қана сол өзіміз, жаңағы Қайрат інісі самый главный. Идея Қайраттікі. Түсік. Давайте, Олжеке. Сәл түсіп. Енді бұл бірінші зал Қайраттың идеясы. Екінші зал ол менің идеямен жасалған. Екінші зал. Үшінші зал бірге. Ол жақта бірге. Да? Енді Шымкенттегі кинотеатр Қайраттың идеясымен. Да? Жақсы. Алматы Талғар жақтағы ол мен идеямен жасалған нәрсе. О, супер. Неге бұлай жасалдық? Өйткені біз Таразда бір орында отырдық қой. Бірін-бірімізге қарап отырдық. Ал сен не дейсің, мен не деймін деген сияқты. Сосын бізге ондай ой кетті. Қайрат бір жерге қадалып қалып, бір жерге қарап отпай, екеуміз бірін-бірімізге конкуренция жасайық деді. Ну такой позитивный конкуренция болу керек та? Позитивный конкуренция, бірақ барлығы бір адамымыз ғой негізі. Сонда да жаңағы да сен өзіңше аш, өзің идеяларымен, мен өзімше ашайын, өзім идеяларымен. Кейін
бірімізге алатын нәрсе, қосатын нәрсе бола береді деген сияқты. Бірімізге конкуренция жасаймыз деді. Осы жерде Олжеке ең бір үлкен бір талап, ең бір үлкен бір мынандай бір сұрақтар туындайды да, осы партнермен, серіктеспен бірге істеу ол жақсы ма, жақсы емес пе? Көбінесе адамдар айтады ғой, біз партнер кезде жақсы бастадық, потом өз деңгейге жеткен кезде ұрысып қалдық, анау болып қалды. Сонда сіздерде қандай подход өзі? Партнермен ол жалпы негізі отбасыда мысалы аяқ сыңғырламай тұрмайды дейді ғой. Партнермен ұрыс керіс болады. Бірақтан бізде ең бір жақсы қасиет отбасы болу деген сияқты да. Команда болу. Ұрыс қызық та, бірақ қол алсамыз. Керемет. Қайреке деп мысалы адам, жаңағы үшінші партнеріміз бар, ұрыс болатын болсақ, қолдаламыз да міне. Біздің цель ақша емес. Біздің цель ол өзіміз арманымызға жету, артық сөйлесек ренжіме деген сияқты қоғамымыз да. Сондықтан да біз осы уақытқа бірге келе жатқанымыз сол шығар. Ақшаны көздеген емеспіз да. Целіміз бар, сол цельді көздегеніміз бар. Бірақ енді соңғы кезде бірақ кішкене өзінің идеялары Қайратта да көп болды. Мен өзім идеяны бір-біріміз тартқаннан кейін сосын жаңағы сөзге келіп қалмас үшін давай осындай форматты жасап көрейік. Жасап көрейік. Қайсымыздың выручкалары көбірек болады. Мықты болды. Өйткені ана жақта да идеялар бар, мына жақта да идеялар бар деген. Тұрып қалмау үшін әрі қарай как бы екі точканы алып әрі қарай дамыту. Вот керемет. Бұл Олжекеңнің айтып жатқан әңгімесі үлкен бір несі бар, не дейді ол, отбасы құрған кезде ең бірінші отбасыда ұрысып қалып айырылыспау. Бұл жақта да сондай мәселе да, екі партнер, ерік серіктес қанша 8 жылдан бергі бірге жұмыс жасап жатыр, өздерінің энергиялар бар, біз әрі қарай бірге, например, сол энергияны как бы қарама-қарсы қоймай, біз давай параллельно өзіміз көрейік, екі позитивный конкуренция болып, бір-бірімізге көрсетейік, қайсысы форматты дұрыс, и соны әрі қарай енді неде коллаборация дейді ғой, жаңа форматты біріктіріп и новый форматқа шығару. Сол егер ертең сіздер бизнесті бастаған кезде Олжекеңдер сияқты Олжекеңдер айтып жатыр, біз бір ұрысып қалатын да уақыт болады, бірақ өзімізге талап ертең айырылысып кету, ертең бір-бірімізге бір враг дейді ғой, болып кету емес, наоборот, бірігіп сол энергияны правильный форматқа, оказывается, выход бар, то есть шығатын несі ұсыныстар бар екен. Сол ұсыныстарды олар өздері жол тауып қазір екі точканы басқа қалаларда ашып жатыр, бір-біріне такой позитивный конкуренциямен, бір-біріне қарайтын, жаңа форматта, жаңа толқынмен қарайтын сондай жобаларды ашып жатыр. Егер ертең бизнесті ашсаңыздар, ол Олжекеңдер сияқты ашу керек. Үшінші партнеріміз мысалы Меркеде кинотеатрды сол кісіге бердік. Меркеде кісін сол кісі айналысты. О, керемет. Ол кісі де өзінше айналысып көрсін деген сияқты мысалы. Сондайда біз бір жерге қадалып тесіліп қалып та бір жерде бүйтіп қарап отырайық, давай сен не істе, мен не істе деген. Керемет. Сондықтан да сондай бір позитивті өзіміз арамызда конкуренция құрып, Таразда ғана бірге жұмыс жасаймыз. Бірақ та бір управляющий бар, бірақ сол управляющийге өзіміздің обязанностьтар бөлінген. Соған команда беріледі, біздің тараптан болды. Жалпы негізі қалған қалаларда уже бөлініп алғанбыз да. О, керемет. Енді біз біраз Олжекеңмен бірге сұхбаттастық, көптеген инсайттарды, көптеген рекомендацияларды алдық. Енді соңғы сөзіміз Олжеке, осы біздің енді бастап жатқан кәсіпкерлерді істеп жатқан, осы жаңа форматта қалай жасауға болатыны, соны сізге микрофонды бердік, соны өзіңіз бір ниет ретінде, бір жаңа бір направление ретінде осы камераға айтып, біздің жас буын бауырларымызға, азаматтарымызға, қарындастарымызға бір ниет жасасаңыз, бір направление берсеңіз. Қараңыздар, камераға айтам, бірінші сізге айтып олайын. Жалпы осы кино саласына қазір біз белгілі бір деңгейге жеттік десек те болады. Кино саласынан басқа салаға осы қазір карантин кезінде басқа саланы қарастыру сонда бір есіктер ашылық десек те болады, өйткені карантиннен алатын минустарды, плюстарды көп. Ең бастысы минустар емес, сон плюстарына қарау керекпіз. Қазіргі плюстардың кезінде осы кино саласынан бөлек тағы да бір салаларға кірсектен ой болып жатыр. Қазіргі айтылатын жастарға, креативті жастар, көтерілісі келетін, бірге жұмыс жасаймыз деген жастар, болмаса өздерін дамытып арғата өзінің саласына жұмыс жасағысы келетіндер, біз сол жастарды шақырамыз. Бірге команда жұмыс жасаймыз, управление командада боламыз. Управляющий команда тек қана Таразда ғана емес, басқа қалаларда да, басқа кәсіптер тек қана кино саласына емес,
тамақ саласы болсын, жаңағы киім саласы болсын, производство саласы болсын, бірге жұмыс жасаймын десеңіздер, мына мен парақшама, Instagram парақшана дайректке жазсаңыздар болады, бір өтініш қалдырсаңыздар болады, белгілі бір идеяларыңыз болып жатса да бөліссеңіздер болады, болмаса бірге жұмыс жасайық деген ниет болып жатса да онда жазыңыздар, бірге жұмыс жасаймыз, бірге өсеміз, бірге алдыға қарата дамимыз. Бұл менің бауырым Олжас деген бауырымыз, Қайрат деген досы бар, тағы бір үшінші Әділет деген инвестор бар, бірге серіктес. Бұл Тараз Сити, бұл Жамбыл облысы, бұл жаңа форматта, креативный форматта Астана Парк деген жоба, әрі қарай дамытатын мүмкіндіктері бар, жоспарлары бар. Тараз Сити 2020, қазақша креатив, жазылыңыздар, креатив болыңыздар, нестандартное мышление. Пока-пока, біздің YouTube каналға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Олжеке, рахмет сізге, братан. Давайте, амандықта кездескенше, сау болыңыздар.